сен мен айтқанды киесің, сен мен айтқан жерге барасың, мен айтқан жерде оқисың, сен үйтесің бүйтесің деп, ол кезде жаңа килограммдап алтын ұстайтын едім. Кез келген жетістікке жету үшін бір тірнектеп еңбек ету керек дегенге келетін секілді. 6 айлық баламен есік алдындағы магазинге жұмысқа шығады. Только на состояние приходит благосостояние. 5 филиалға жұмыс істеп тұр. Пловтандыр деген асхана желісі. Уже ана қазаннан сразу салып бере береді. Очередь тұратын еді. Обедте мен өзім таңғаламын. Очередь тұрады. Мен осы бизнесқа келген кезде 5 жыл бұрын мен басқа Нұргүл едім. Адам осы қазіргі кезде бір-біріне пайдалы болу керек қой. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, Леп подкаст назарларыңызда. Тізгінде мен Арнат Дүйсен және менің қасымда әріптесім Дайна Тоқберген. Кеш жарық көрермендер, қайырлы күн болды. Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң, кім қай уақытта көріп отырса да. Бүгін біз енді әдеттегідей бизнес тақырыбын талқылаймыз, өйткені мүмкін дәл осы көрермендердің арасында қандай бизнес бастаймын, соның ішінде қоғамдық тамақтану орындарын ашсам, қандай кедергілермен тап боламын, оларды қалай жою керек деген секілді сұрақтарға біз бүгін жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі біздің спикеріміз кәсіпкер Нұргүл Бейсенова. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Өте керемет. Көңіл күйім. Нұргүл ханым, шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет айтамыз. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгін біз сізді танығанмен көп көрермендер сізді танымауы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің қандай салада істейтініңіз, атауы қалай, қай жылдан бастап осы істе жүрсіздер, соны атап өтсеңіз. Біздің асханалар желісі осы Астана қаласында 5 филиалға жұмыс істеп тұр. Пловтандыр деген асхана желісі 2020 жыл декабрь айынан бастап, желтоқсан айынан бастап жұмыс жасап жатыр. Неге осы тамақтануды таңдадыңыздар? Себебі бизнестің түрі көп, оның үстіне тамақтану деген өте бір қиын ғой. Өте қиын сала. Дұрыс айтасыз, дұрыс сұрақ. Негізі нишаны таңдаған кезде адамның өзіне дүниесіне жақын нәрсені таңдайды ғой негізі. Тамақ жақсы көремін дейсіз. Жоқ, сол негізі басында алғашқыда кәсіпке келген кезде осы асхана ашу себебімізді үйде отырып мен декреттік отпускыда отырдым. Алдына найымда жұмыс істейтін едім, одан кейін декретке шығып, баламен отырған кезде өз-өзімді үйде симай, таппай, үйде выпечкамен айналыса бастадым. Торттар жасай бастадым, үйге неше түрлі тамақтар жасап, ресторанный подача жасап, оформление жасап, күніге үйде бізде ресторан болатын еді. Жолдасым өзі негізі ресторанда жұмыс істейтін еді. Бізді түрлі ресторандарға, мейрамханаларға, кафелерге барған жақсы көретін едік. Кешке бір серуенге шыққанда да бір әдемі бір ресторанға барып, соның подачасын қарап, соны дәмін көріп, соны бүкіл үйде қайталайтын едім. Үйде отырамын ғой, баламен отырамын, үйде адам енді 2 бөлмелі үй болғаннан кейін барлығы жасалып тұр, қашанға үйді жуа бересің. Сол себепті тамақ жаққа қарай, өзім дүнием соған қарай жақын болғаннан кейін бастадым, одан кейін торт жасай бастадым. Торт дайындай бастадым. Заказға болғанда бірінші туған туыс, жолдас, жоран, өзіне, столға, бірінші медовик жасайсың, одан кейін тағы бірдеме. Солай бір кондитерлардың курстарын көресің, ол кезде енді көп ақша емес қой, кішкентай ақша, 1000 теңгеге, 2000 теңгеге курстар сатып аласың, сонда қайталайсың, жасайсың, жұмыс жасайсың. Сөйтіп қарасам, у меня получается. Менің қолымнан келеді екен. Жаңағыдай жолдасым істеп жатқан ресторанына заказ алам, туған туысқандардан заказ алам, жолдас, барлықтарына ұнайды, оны оформлениесін жасаймын, инстаграм енді дамып жатқан кез инстаграмға қоям, солай торт жасай бастадым. Одан кейін енді бір тренд болды ғой. Әлі үйде отырмын мен. Қаншада болды балаңыз уже? Балам енді бір жыл, мысалы, 1,5 жыл. Солай жүрдім. Одан кейін бір тренд болды. Андай хрустящие, острые крылышки деген болды ғой. Сол крылышкиді алам, өзім кесіп, мариновать етіп, жаңағыдай оны бүкілін клярын жасап, үйде пісіретін болдым. Үйде пісіріп, дәмін көрем, жақсы, бәріне ұнайды. Балаларыма ұнайды. Енді ол бір фастфуд сияқты бір хит нәрсе болды ғой сол кезде. Сөйтіп домовой чат болады ғой, инстаграмда. Енді оны мен ақшаға айналдыру бастадым үйде. Сондағы домовой чатқа салам, реклама ретінде
крылышки доставкамен әкеп беремін, осы жерде жасаймын деп сөйтіп адамдарға ұнай бастады. Адамдар сатып ала бастады. Жаңағы үйде ол кез понятие жоқ қой. Фритюрница алу керек, сол үлкен майда пісіру керек. Сковородка 5-6 штуктан үйде. Жаңағы жолдасым айқайлайды. Үйдің бәрі май састын, вытяжка жоқ. Қазір мына көршілер ұрсады. Маған бәрібір. 50 крылышко түсемі, бүкіл терезем бәрін ашсам, мен жолдасым үйде жоқ, бәрін ашсам да жаңа пісіріп сатамын. Солай жүрдім, барлығына ұнай бастады. Достарыма да, там көршілерге да, енді заказ уже көбейіп жатыр ғой. Одан кейін менің өз ағам, туған ағам, ол да үлкен кәсіпкер, Ильинкада жаңағы базары бар. Одан кейін ол бір торговый дом салды. Сол Ильинкада осы жерде бар ғой. Торговый дом салды. Сол торговый домның үстіне екінші этажына бір бізге орын берді. Бір бутик салды, 20 квадрат, наверное. Сен болса да үйде істеп жатсың. Жұмыс, иә. Сен келдің мына жерге істе. Столовый сияқты аш деді. Ол бірақ маған андай фастфуд сияқты аш деді да, фастфуд сияқты бірдеме. А мен деген эмоция ғой енді. О, үлкен бір анандай үлкен пространство алға 20 квадрат. Ой жоқ. Понимаете, қалай мен бизнес вообще кәсіпке қалай келгенім? Ойлап тұрған жоқпын. Маған главное бір тиын тебен бірдеме түссе, өмір бақи найымда жүріп, анау ақша ұстап, үлкен заттар ұстап үйренген адам. Болды, соны қабыл алдым. Менен аренда алған жоқ, ешнәрсе алған жоқ. Сол жерде просто тамақ пісіріп сат деді. Бірақ менде осындай болды, өзімде ой, кімге сатам? Ол айтты, торговый дом, міне, мына жерде бутиктарда адамдар тұрады ғой. Сатушылар бар, иә. Сосын келген кеткен, көбіне пирожки пісір, бір какой-то тамақ, обедке пісір, жан-жаққа жүгірмесін деді. Жарайды, қабыл алдым. Қаладан Ильинкаға барамын таңертең. Жаңағы күніге. Сондағы болатын. Сонда мен жолдасым қазір жұмыс істемейді, ресторан сатып жүрді. Екеуміз бастадық қой, таңертең күндіз кетеміз. Одан кейін қасымызға бір пекір апайды алдық. Әлгінге дейін сол апаймен мен жұмыс істейді. Қалада істейді бірақ. Ең алғашқы мен алған сотрудниктарым бірі ғой. Сосын жаңа жолдасым бір Өзбекстан азаматы бір повар тауып берді. Мен жолдасым, ол төртеуміз ғана. Ана кісі выпечка пісіреді, ана кісі повар. Мен бәрін жаңағыдай реттеп жүресіз, реттеймін, жаңағыдай посудасын жуамын, бәрі. Официант. 4 стол ғана, 4 стол. Сөйтіп жұмыс бастадық. Енді пирожки бәрі свежийдан шығады. Әлгінге дейін біздің асханаларымызда бәрі свежий. Закуп күніге жасалады. Ана қалыптасып кеткен да менде. Мынандай жерде холодильникте қатып тұрмау керек. Мысалы, сондай күнделікті тамақ өту керек. Өтпесе аздау жасаңдар. Ертеңге қалмау керек, ертең свежий болу керек. Солай қалыптасып кеткен. И сол жерде жұмыс жасадық, 1 жыл жұмыс жасадым, наверное. Пока сол повардың қасында жүріп, бәрін өзім үйрендім. Пловты да басып үйрендім, лағманды да тартып үйрендім, мантыны да түйіп үйрендім. Пысық болып тұрсыз ғой. Таңертең 7-де кірем, кешкі сағат 1-де солай шығып кетем. Түнгі. Сол себепті біз мына жақта үйді сатып, сол жақтан үй алуға итермеледі ғой. Бәрібір айналып келгенде еңбек қой. Еңбек? Бәрі еңбек. Аспаннан ештеңе. 2 бөлмені саттық. 20 миллионға да, условно. И бізге ана жақтан новый коттедж келе қалып 20 миллионға. Бірақ енді ремонт жоқ болғанда стена, крыша. Күшті районда. Сосын өзіміз потихоньку істеп алдық. Сол 1 жылдың ішінде істеп алдық. Сол жерде жұмыс істеп. Сосын қашан үлкен Содан ауқымды енді бәрін үйрендім. Жаңа крылышкемді қалдырған жоқпын. Сол жерде енді уже түсіндім, что мынандай фритюр бар, үлкен майға пісіру керек екен. Бүкіл Ильинка бойынша заказ қабылдап айналдырдық қой. Сол крылышкемді көп айналдырдым мен. Қаншама пайдасы тиді енді маған соны. Одан кейін енді отырмыз, Серіктің бажасы предложение тастады. Сонда сол жерге не только жаңа сатушылар, сотрудник, ондай уже жан-жақтан келе бастады. Тамақ ішуге. Енді дәмді болғаннан кейін айтады ғой дәмді деп. Тағы да бір жұмыскерлер, әйтеуір очередь тұратын еді. Обедте мен өзім таңғаламын, очередь тұрады. Мен ағам сосын жақсы жүргізіп жатсыңдар. Жаңағыда Серіктің бажасы енді өзім күйеу балам ғой. Жолдасым ғой. Өзім күйеу балам ғой. Сендерге былай отыра берген болмайды, қаладан көріңдер деді. Сендерде получается же. Получается. Давайте қаладан как раз мынау Асфендиярова 3-те соцсети. Енді ашылып, стройка бітіп. Үлкен ауқымды район ғой енді, квартал бар, целый. Сол жерден көріңдер деді. Сол жерден бір помещение алайық деп. Сол Асфендиярова 3 алғашқы біздің асханамыз. Әлі күнге дейін жұмыс жасайды. Сол жерден помещение алдық. Қанша квадрат алдыңыздар?
100 квадрат. 100 квадрат. Әлі жұмыс істеп жатыр сол. Ол кісімен келісіп, жаңа хозяинмен арендада, бірақ ремонтын бәрін жасап берді. Но хозяин өте мықты, өте сондай, знаете, мудрый адам, оқыған адам ғой. Әлі күнге дейін вообще мазамызды алмайды. Жоқ, сол көргеннен вообще көрмеймін. Арендасын беріп тұрамын, ком услугасын жібереді. Сөйлес басында өзі көмектесіп тұрды. Қалай, жағдайларың қалай бітті. Сондай бір жақсы кісі да. Ол кісінің біз еще екінші помещениясын тоже арендаға алдық. Соған кірген кезде бізде ақша жоқ. Енді ақша жоқ. Сатып арендаға кірдіңіздер, енді бірақ оборудовать же нужно. Ондай плов-тандыр деген атау вообще жоқ әлі. Аздайын деп ашқамыз, асхана, аздайын деп. Аздайын, иә. Сол аздайынмен біз осы қалаға Асфендиярваға келдік та, солай аздайын деп асхана деп жазып қойдық. Сөйтіп, енді ақша жоқ. Отырысқа барасың, жолдастармен сөйлесесің, бәрібір идеяңды айтасың, бүйтесің ғой. Сөйтіп, жаңағы бір жолдасымыз тоже бір общепитта жүреді. Менде осындай оборудованиялар бар, көмегім болсын, берейін деп, бізге бір холодильниктар, мынау, солай көмек берді. Сөйтіп, бір жолдасымыз айтты, сендерде ақша жоқ болса, 50/50 кірейік деді. Енді 50-50. Акционер. Иә, енді ол кісі өзі анандай госслужащий болды. Ол кезде қазір пенсияда, құдайға шүкір, ол саланы уже тоқтатты. Сол кезде госслужащий болды. Мен жүрмеймін, менің келіншегім, сендердің кухнялардың ортасында жүреді. В общем, 3 миллион ол кісі берді. Бізде как раз сирата болған. Соны біз саттық, 3 миллион біз салдық. Сөйтіп, машина да жоқ, уже бітті, сатып жүрдік қой бәрін. Солған кірдік. 2 отбасы болып кірдік. Енді повар жоқ, өзім повар, бәрін үйреніп алдым ана жақта. Ана әпкеңіз бар, апа бар. Ол апа жоқ, ол жаққа бака келген жоқ еді. Ол кезде өзім кірдім бірінші. Өзім кірдім, жаңа жолдасым бар, Серік, ана кісінің келіншегі бар, өзім балам бар. В общем, өзіміз қайнадық сол жерде. 1 жыл қайнадық. Мына кісілер көрді, настолько общепит оңай емес екен. Біз таңертең 7-те кіреміз, түнгі 1-2-де шығамыз. Жеке өмір жоқ. Болды. Демалыс жоқ. Демалыс жоқ. Негізі любой кәсіпкерде демалыс жоқ. 24/7 барлығы жұмыс істейтін. Қазіргінің өзінде 24/7-міз. Сол себепті ол кісілер шаршады. Ол айтты, мен бала шағама қарайтын, ешкім жоқ, уже анау деді, мынау деді. Енді шаршады. Енді потому что олар дайын емес. Внутренний состояние дайын емес қой енді. Адам 6-ға дейін жұмыс істейді, 9-да ұйықтап жататын адамдар. Әркімнің енді осы күнге дейін жұмыс істеп келген әртүрлі ғой. Сөйтіп, олар айтты, біз жұмыс істей алмаймыз, біз кетеміз бизнестен деді. Мен айттым, бірақ қазір мен ақша жоқ беретін сендерге, қайтарып берем. Солай ол кісілер как раз ана келіншегін аяғы ауыр болды да, бизнестен кетті. Сіз өздеріңіз қалдыңыз. Өзіміз қалдық, жаңағы жерде қайнап өзіміз қалдық. Одан кейін бір повар алдым қасыма, тоже Өзбекстанның азаматы. И жаңағы хозяин бар ғой, помещение. Сол кісі айтты, Қабанбайда ЖК поколение, Қабанбай 38/1, мен бір помещением тұр, давайте ашындар тағы екіншісін. Тағы да біреуін ашындар деді. Ана жақта жақсы жүріп жатыр. Жүріп жатыр, ол жақта келіп жатыр. Енді ол қанша ол жүрген, еще ана жерде стройка болып жатыр, жаңа жұмысшылар бар, тағы да жаңағыда арендаторлар бар. Солар енді бәрі келіп жатыр ғой. Ол жерде әлі жительдер көп емес, но жақсы жүріп жатыр. Одан кейін сол Қабанбайға барып қарадық, ремонтын бәрін өзім жасап беремін, бірақ кішкентай 70 квадрат. 70 квадраттық помещение. Біз бәрібірде алайық дедік. Үй көп, бірақ бізде идея болып жүрген. Неге біз плов сатпаймыз? Неге біз ыстық лепешка сатпаймыз? Бір жерден бір плов жегін келсе, қазаннан шығатын плов Чубарыға баратын едік. Қаланың шет жағына барасың. Иә, бір Чубарыға баратын едік біз өзіміз, ше? Бір қазаннан алып плов жейін десе. Сөйтіп мен жаңағы Серікке айттым, давай плов и тандыр. Болды. Екі-ақ нәрсе, көп керек емес. Ресторан керек емес бізге. Тәтті, жақсы, дәмді болса. Қазан қояйық. Қаншалықты қоя аламыз қояйық, тандыр қояйық. Екі нәрсе, мысалы. Біз уже бір халықтың бір какой-то несін жабамыз. Дұрыс па? Сұранысын жабамыз. Дәмді плов жейтін. Таңертең жұмысқа кетті, уақытқа шектеулі ғой барлығында, иә. Балаларына тамақ дайындамай кетті. Мына жерге түседі, астында плов сатып жатыр, лепешка жеді, болды, уже жақсы. Дұрыс па? Сондай оймен, енді ол кезде опыт жоқ, жаңағыдай вытяжканы жасадық, кирпичтан кәдімгідей қазан қалап, қазан қойдық. Тоқпен, конечно, енді ол тоқты мәселесін шештік, пока киловатт керек қой. Сөйтіп тандыр қойдық. Сонымен Қабанбайдан бастадық.
Плов тандырды деп деген атау жазыңыз. содан шықты. Плов и тандыр. Адам көрген кезде мына жерде плов бар екен білсін, мына жерде тандырда лепешка шығатын білсін. Күнделікті. Мысалы, солай, ну, кейбір адамдар болды, конечно, тандырдың ішінде плов жасайсыңдар ма деп келгендер де болды. Енді әртүрлі болады ғой енді. Бес саусақ бірдей емес қой, әркім санасы әртүрлі. Сосын сол жерге енді қазіргі күнге дейін әлі көп ассортимент жоқ менде. Ол жерде жаңағы плов қазанда, тандыры бар, манты жасайды, лагман жасайды и выпечка. Выпечка дегенде жаңағы пирожки 1-2 түр, самса 2-3 түрі. Ну, твай-твай, елге ұнаватыр, сұраныс бар, продукт жақсы, качествосы жақсы, іші бәрі прям керемет ресторан болмаса да, келіп жаңағы с собой алып кететіндер көп. Сол жақта мекемелер бар, үй бар, жаңағы солай біз пловтандыр болып, жаңағы атауы шығып, ақырын 3-ші точканы аштық. Енді үйрендік қой. Уже 4-ші точканы аштық. Уже біз 3-ші, 4-ші, жаңағы 5-ші нелерді, асханаларды ашқан кезде уже оңай болды. Қорықпай аштыңыздар. Бітті, уже уверенность. Мен өзіме жинап алдым, уверенность. Бәрін біліп тұрмын. Ешкімнен сұрап тұрған жоқпын. Ешкімге тәуелді болып тұрған жоқпын. Мына жақтан жасаймын, ақша жинаймын. Жылына бір жаңағыдай точкадан ашып отырдық, бір филиалдан ашып отырдық. Құдайға шүкір, қазір енді не деп айтады? Қанша адам жұмыс істейді қазір? Қазір енді плов тандырдың өзінде бір 50 шақты адам жұмыс істейді. Әр филиалда, мысалы, 6-7. Әр филиалда 50 адамнан істейді. Вообще. Барлығы, да, бір 50 адамдай жұмыс істейді. Коллектив өте жақсы. Ну, жаңағыдай команда жинауда өте қиын ғой басында. Дұрыс па? Өте қатты қиын. Сол себепті көп адамдар болды енді. Қазір менде бір костяк жұмыс істейді. Уже бір адамдар жаңағы айттым ғой, 5 жылдай жұмыс істейді менің, біреулер 4 жылдай, біреу 3 жылдай, ортасына кебірткі салатындар болады, олар сразу қоштасамыз кетеді. Команда жинау оңай емес. Жанашыр адамдар, саған жаңағы инвестиция өсуіне, жаңағы қарқынды жұмыс істейтін адамдар жиналды да, жанашыр. Ол да бір кәсіпте жетістікке жету үшін команданың мықтылығы керек қой. Иә, бір адам, мысалы, барлық жұмыс жасай алмаймын ғой, мен өзім. Мен қасымда целый большой команда болу керек, мен өсуім үшін. Но о кісілер келгенде де жайдан жай келмейді. Мысалы, әр адам, сіз жұмысқа барсаңыз да, сіз өзін пайдаңызды ойлап барасыз. Дұрыс па? Сізге қаншалықты ол пайдалы, қаншалықты жаңағы төлеп жатқан ақшасы пайдалы, қаншалықты мен сол жерден плюс алам. Даже знание болсын, да? Оқу орталық болсын, знание болсын, қаншалықты мына жақта мен ақшасы болсын, солай барады ғой. Адам өз қазіргі кезде бір-біріне пайдалы болу керек қой. Ол ладно, там, отбасын, мынау пайдасы бар ма, жоқ па, сенің отбасы, сенің туған туысқаның. Но жұмысқа келген кезде, кәсіпке келген кезде, әр адам, әр сотрудник жай жүрмеу керек. Расходник болмау керек саған. Ол саған жаңағы инвестиция адам болу керек. Сол себепті мен айтып тұрмын ғой, кәсіпке келген кезде мен басында анада көзді жұмып на пропитание келе саған адам ғой. Пропитанияға ақша табайын, біреуге барып, найымда жұмыс істеп, соны қасқа бағына қарап отырмай, өзім мына жақта нан пісірсем да, сол адал ақшаны өзім жейін деп солай барғам ғой. Ал енді айналып келіп, біз қазір оны үлкен кәсіпкер болып шыға келдік, негізі. Так, мен ойлаймын, кәсіпкерлердің көбі солай жасайды. Бірінші көзді жұмып барады, стратегия мен жоспар құрып, команда құрып ашқан, осылай кәсіпке барған адам аз шығар деп ойлаймын. Оның өзі бір найымда где-то опыт алу мүмкін. Дұрыс па? Сол стратегияны бәрін сол жерде құрып, ақшасын жинап алып, соның бәрін жаққа келе салу мүмкін. Так, оның бәрі анандай жизненный путь дейді ғой, ақырын жүріп жиналатын опыт қой, опытпен. Жаңа бір-біріне көмектесу айтып қалдыңыз ғой, бір-біріне көмектесу керек деп. Жаңа сіздердің де мысалы кәсіптеріңіз енді басталып жатқан кезде, жаңағы кәсіпті үлкейтетін кезде, асхана кішігірім 20 шаршы метрден үлкейткен кезде де байқаймын, көп жағдайда біреудің бір әсері көмегі болған секілді. Адамға адам себепші деген. Адамға адам себепші деп. Бұл сіздердің жолы болғыштарыңыз ба, жоқ әлде еңбекқорлықтарыңызға қарай берілген баға ма? Негізі еңбекқорлық қой. Біз бір кереметте бір байдың баласы емеспіз. Негізі қарапайым семья. Мен әке-шешем, мысалы, бухгалтер, физрук, тренер бокстан болған. Сондай қарапайым семьямыз ғой негізі. Маған мынандай ақша табасың, мынандай финансовый грамотасын үйретіп жатқан ешкім де жоқ.
менің мүмкін ішінде бір дүние бар шығар, сол ақшаға құмарлық. Да? Мен айтып тұрмын, мектеп бітіргеннен кейін анандай оқу орнына түсу, жоғарғы бір маман иесі болайын, жоғарғы оқуға түсейін деген қызықшылық болмапты. Менің ақша табу, жаңа кондуктор болдық қой. Кондуктор болғанын көрдім ғой, ақша бар. Сол себепті мен оқудан бұрын ақша табуды ойладым. Да, оқудан бұрын, ол ақша табу негізі анандай мамандық алып ақша табады ғой адам деген. А маған олай даже зарплатада отырған қызық болмайтын еді. Білесіздер ме? Не үшін? Потому что маған күнделікті ақша керек болды. Мен сол күнделікті ақшаны тауып жүрдім. Мен кондуктор болдым. Мен үлкен, даже өзім таппай найымда жұмыс істесем да, мен анандай жұмыстар істедім. Мысалы, Астықжан торговый центр Астықжан ашылды ғой, 2005 жылы, кажется. Сол жылдары мен соған бірінші мерчендайзер болдым, оны бір айдан кейін сразу кассирға түстім. Кассирдан кейін мені инкассационный отделға ауыстырып жүрді. Жаңағы бүкіл кассирлардан кешкі ақша жинаймын. Оны санаймын. Оны санағанда банкке өткіземін. Получается, өзім ақшам болмаса да біреудің ақшасымен жұмыс жасап отырмын. Ауқымды ақша, 40 миллион ақша күніге түседі мысалы. Сол жерде банк бар, соған апарамын. Соны күнде санап отырамын. Сол маған қызық еді. Одан кейін тағы декретке кеттім, одан кейін тағы да ювелирный бір компанияда жұмыс істедім. Ол кезде жаңа килограмдап алтын ұстайтын едім. Үлкен, 50 килограмдап алтын. Қапқа салып аламын да, бір ана Дед Мороз қысап, афинажный завод бар үлкен, осы жақта Астанада. Соған барып слиткаға тапсыратын едім. Понимаете, өзім ақшам болмаса да, бәрібір де біреудің ақшасы болса, қолда постоянно менде ақша болды. Сол үшін мен думаю, что на денежный сосуд дейді ғой, расширила. И поэтому ауқымдағы ақшадан қорықпау, страх деген жоқ. Қазір маған 100 миллион әкеп бер, маған 1 миллиард әкеп бер, мен оны табам қайда жіберетін. Қайда жұмсау керек? Иә, жұмсау керек. А бір кісілерге, мысалы, 1 миллион қорқыныш береді. Иә? Сондай бар ғой. 10 миллионда қорқыныш береді. Барып банкоматтан 10 миллион шешіп ал десең, жан-жағына қарап тұрады. Қорқып тұрады ғой енді. Дұрыс қой. Қазір бәрі электронды ақша, қолға көп ақша ұстамайды ғой, наличка. Сол себепті қазір сіз мысалы сол айтып жатса ақшаны ұстаған, алтын ұстаған маған ұнайтын деп, қазір сіз мысалы бәрі электронный ғой. Сонда да бір арасында шығарып алып, санап сөйтесіз бе? Жоқ, олай істемеймін. Мен ана счетта ақшам. Счеттан көрсең. Счетта көп миллиондар болса болды. Көп нөлдар болса. Көп нөлдар. Вот соған қарай жұмыс істеймін да, соның масштабына қарай жұмыс істеймін да. Былай уже бұрынғыдай ақша санап отыру қызық емес. Енді соңғы кезде әлеуметтік желіде жаңағы осы Астанада қоғамдық тамақтану орындарында таза емес ет көп мысал болып жатыр, көп талқыланып жатыр. Ал сіздердегі азық-түлік ет таза ма, қай жақтан алып келеді оны? Кім бақылайды, осыны айтып өтсеңіз? Бізде ет өз поставщиктар бар. Сондай ет әкелетін, біз уже неше жылдан бері, может быть, даже бір 3 жыл болды, сол бір поставщикпен жұмыс істейміз. Күнделікті келеді. Оны нақты өзі баяғыда тексерілген, білетін. Жоқ, енді ол етпен айналысатын адамдардың, конечно, өздерінің сертификаттары болады ғой. Олар бізге сата алмайды оны. Біз мысалы біреуге ертең клиентке сертификат көрсететін болсақ, біз сол кісілерден алып береміз. Өйткені біз ол етті өндірмейміз ғой, дұрыс па? Ол кісі алады, ол өздері ветеринариясы болады, ол жақты қатты қарайды. Ол ет дұрыс болмаса, менде де проблема болуы мүмкін ғой. Дұрыс па? Сенімді сізде. Конечно. Ал жаңағы овощи енді бүкіл закуп күнде барады. Мен өзім, әлі жолдасым закупта жүреді. Так что почему бәрі закупты өзіміз қадағалап апарамыз? Потому что біз барлық жаңағы техкартаны, ингредиенттерін бәрін өзіміз білеміз. Қай тамаққа не қосылатын. Жаңа повар лишний өзі бір жақтан алып қосамайды. Өйткені біз өзіміз апарамыз. Бізде жаңа снабжение жоқ, білгенін істейтін, бәрін өзіміз қадағалап отырамыз. Ол жағынан қатты қараймын. Именно вот тамақ жағынан, өйткені білемін, біз өте жизненно важный ғой, енді былай қарап отқан кезде тамақтандыру это большая ответственность называется. Сол себепті качествосына, күнделікті жаңағы айтып тұрмын ғой, даже мен етті заморозкаға қойдырмаймын. Қазір келді, қазір істейсің, қазір жібересің, сатасың, болды, бүгін кешке біз ешнәрсе болмау керек. Максимум алдын алып қоямыз май, күріш, сондай заттарды. Тез, который портится, құртылатындарды, ол күнделікті. Мен оған аянбаймын. Біз бір жаққа демалысқа кетеміз, мен достарым бар, бізді заменяйды. Күнде сондай болу керек. И бүгінгі піскен тамақ ертең мысалы сатылмау керек. Сол үшін сендер ас пісіріңдер.
сендер уже білу керексіңдер, ас пісіріңдер. И ол кісілер де уже өздерінің нелерін біледі ғой енді, жұмыс объемдарын. Соған қарап жұмыс істеп отырады. Жақсы. Демек, жаңағы филиалдардың көбеюі, сұраныстың артуы, келетін қонақтардың көбеюі ең бірінші себебі осы тазалықта, жаңағы ең свежий товарларды алып келген. Сіз қараңызшы енді, мысалы сіз пловтандарға бардыңыз, енді біз ауылда өскен адамбыз, қазанның басынан тамақ жеп үйренген адамбыз ғой енді. Біз әлі сол поколениеміз. Мүмкін где-то 10 жылдан кейін ол басқа, ана біздің қазір балаларымыз өскенде басқаша болар, олар көрмеген ондайды, иә? Но біз сондай поколение болғаннан кейін таңертең 10-да қазан ашылады. Адам уже көбейе бастайды. Уже ана қазаннан сразу салып бере береді. Приятно же жеуге. Дұрыс па? Свежий, көзімен көріп тұрсыз. Менің кухням жабық емес. Бәрі обзор клиента. Арты ашық бәрінің. Адамдар көріп тұрады, кім қалай дайындап атқан, кім қалай жұмыс жасап атқан. Мына жақтан 5 пирожки пісті ма, болды, уже пакетке салып алып кетіп атады. Үлгермей атады иногда витринаға қоюға. Витринаға қойып оны күтіп отырмайды. Или там магазиндер құсап таңертең көп лепешка пісіріп, магазинде таратып ол суп қалу, онда жоқ. Лепешка шығып жатыр, ана тандыр, ана жақтан ыстықтай әкетіп жатыр. Солай тамақтанған приятно же. Сол үшін жаңағы адамдар енді білмеймін, өздеріне ұнағаннан кейін келеді ғой. Менде 3 жыл бойы, 4 жыл бойы вообще ана жаңағы соцсеть, Инстаграм болмаған. Вообще оған назар аудармаған. Біреулер қазір айтады ғой, енді Инстаграм жұмыс, ТикТок жұмыс байып кету жақсы, тез байып кетуге болады деп айтып жатады ғой. Реклама бересің, маркетинг жасайсың, үйтесің, сатасың, бүйтесің, байып кетесің. Бізде ондай болмаған. Біз токандайға жұмыс істей бергенбіз. Мынау главный дәмді болсын, мынау дұрыс болсын, таза болсын. Ана ыдысын қара, жібергенде дұрыстап, әлгінге дейін қараймын, дұрыстап қараңдар, дұрыс салдыңдар ма, ыдыс таза ма, андай ма, мында айғайлап отырамын да. Солай жұмыс істей бергенбіз. Мына жақта клиенттер қандай клиент келді, соған сата бергенбіз, бірақ мына жақ жұмыс істемеген. Енді өз-өзіміз танытып жатқанымыз, енді. Сонда сарафанное радио ғой, получается. И біз бүкіл несін бөлін жабамыз. Любой адамға, мысалы, день рождения, жұмыста стол накрыть, пожалуйста, барлығы бар. Доставка. Да. Плофы да бар, ыстықтай барады. Керек па қазанмен апарып берем. Керек па, мысалы, үйінде жасайтын болса. Керек па, фольгированный ыдыстар бар, өздері ыстығын барын ұстап тұр, сонымен апарып берем. Бауырсақ керек, бауырсақ. Пирог керек па, пирог. Самса керек па, самса. Басыңызды ауыртпайсыз. Столыңызды жасап береміз. Салат керек па, салат. Любой офисқа стол жасап береміз. И осы күнге дейін отзывтар өте жақсы, благодарный клиенттер тфай-тфай көп. Потому что біз өзіміз энергиямыз саламыз, өзіміз адал жасаймыз соны. Өзім үйімізге дейін, үйімізге жасағандай, солай жасайды ғой. Ата отырып, енді қараңызшы, бизнес деген, мысалы, цикл ғой енді бір бизнес, мысалы, нәресте болады. Басында біз нәресте болды, Илинкада жүрдік, үйде жүрдік, үйттік, бүйттік, жас өспірім болдық, ақырын қалаға келдік, ересек болдық. Енді қазір біз тұрақтымыз уже. Тұрақты кәдімгідей кәсіпкеріміз ақырын дамып атқан. Әлгінге дейін дамып атыр, мысалы. Ол өте қиын нәрсе. Оңай емес андай келе салып, мысалы, мен бизнесменмін деген әңгіме жоқ. Әлгінге дейін мен иногда ойлаймын, шынымен де кәсіпкермін ба? Или кіммін деп. Сол үшін аристократия кетіп қалмау керек та. Бір тұрақтылықта тұру керек. Өзіне постоянно задача беріп отыру керек. Расслабляться нельзя. Потому что кеттің ба аристократияға, бюрократия болады. Уже сенің командада бюрократия болады. Уже сені анандай оқыта бастайды бәрі. Сен дұрыс өз-өзін ұстап тұрмасан, бітті, одан кейін банкрот боласың сен. Сол үшін постоянно тұрақтылықта тұрып, өз-өзіңді развивать етіп, оқудан жалықпау керек қой, негізі. Оқудан жалықпау керек. Мен осы бизнесқа келген кезде 5 жыл бұрын мен басқа нұр едім. Вот енді достарымнан, білмеймін, там бүкіл окружениемнен сұраңыз да, даже өзінің ата-анамнан сұраңыз, басқа бет әлпетім, сөйлеу манера, ойлау манера вообще басқаша еді. Бірақ біз уже ана 3-ші филиал, 4-ші филиал ашқаннан кейін мен өзіме сұрақ қойдым. Мен кіммін қазір, не істеп жүрмін дегендей. Кәсіпке бардым ба, значит, мен кішкене дамуым керек. Ана жақтан білім алуым керек, жаңа системаны қойым керек, командамен жұмыс істеу үйренуім керек. И вообще кәсіпкер деген это же большая ответственность. Дұрыс па? Мен жертва состояниемді кәсіпкер бола алмаймын. Өйткені мен команда ұстап отырмын керек. Мен үлкен жауапкершілік алып жатырмын. Мен тем более тамақтану жаңағыдай общепитта жүрмін. Ертең клиентпен қалай жұмыс жасаймын. Ол кісі маған келіп айғайлап тұрса, мен эгомды көтеріп қойсам,
Сенікі де дұрыс емес десем дұрыс емес қой. Сол үшін мен всегда эгомен жұмыс істедім. Кішіпейілік. Не деп айтса да клиент сіздікі дұрыс. Даже не только клиент, уже достармен, адамдармен, да. Понимаете, солай үйрендім ақырын. Өте қиын болды негізі. Үйренуге тура келеді екен десеңші. Тура келеді, еще как тура келеді. Мен мысалы 5 жыл бұрын анандай адам едім. Ортаға барам, өзіммен класстастарым бар, группаластарым бар, внимание требовать етемін, солардан неге маған қарамайсыңдар, неге менімен санаспайсыңдар, ақыл үйреткіш, сондай едім да, бір сондай адам едім. Өмір әркімге тиісіп, бір закон айтып, анау, сен неге мынандайсың, сен менен мынандайсың деп. А қазір ондай жоқ. Ортаға барам, мен тыныш отырам. Өз-өзімді солай уже установкаларын, жаңағы убежденияларын бәрін үйретіп, эгімді бәрін түсіріп отырмын. Мен ақыл үйретпеймін уже. Да, бір какой-то сөздер айту мүмкін. Ана кісі керек болса түртіп алады оны, керек болмаса оған керек емес. Бұрында жаман ақыл үйрететін едім, да? Шын айтып. А қазір уже ақыл үйрете алмаймын. Потому что ақылдың бәрін өзім өмірімде қолданып жатырмын деңізші. Ол не үшін мен сондай шешімге келдім, ақыл үйретпеу керек екен. Өйткені үлкен уже взрослый ересек адамды өзгерте алмайсың. Адам өзім өзгерем демесе, мен сияқты, мысалы, мен 5 жылда кардинально өзгердім. Не только айтып тұрған жоқпын ба, умственно, там, мышление, я даже вот на лицо я изменилась, еді ғой, солай сияқты. А почему я на лицо изменилась? Возможно, мое внутреннее состояние. А у меня, менде бір осындай не бар, всегда өзіме айтам, только на состояние приходит благосостояние. Менің, возможно, удачам, жаңағыдай возможностьтарым бәрін көрініп тұрғаны, мен ішімдегі дүниеге байланысты шығар. Дұрыс па? Күшті айттыңыз. Соны айтамын. И сол себептен, жаңағыдай, мен айтам, адамды өзгертуге болмайды, если өзі ғана өзгермесе. Не үшін оған ақыл айтам? Адам қалай қалыптасады? Жаңағы нәресте болды ғой енді. Ол окружениесіне байланысты, семьясына байланысты, оқу орнына байланысты. Соған сол сатымен қалыптасады ғой енді. Қалай знаниясына байланысты, мысалы, мышление солай қалыптасады. Бізде сосын мынандай ғой. Қазіргі кезде жаңағы бір нәрсе дұрыс емес болса, демек мен ата-анам дұрыс тәрбие бермеді. Демек мен мұғалім сол кезде сондай жаман сөз айтты. Демек мен жұмыста бастығым бағаламады. Немесе мынау кінәні өзгеден іздеу деген нәрсе бар да. Біреуді кінәлі ету. Ал енді сіз 20-ға келгеннен кейін кінә кімнен болса да таңдау өзіңізде ғой, ары қарай. Да, выбор өзінде. Ол сол нәрсені деп ақыл айтып өткен. Соны түсінсе екен деймін да, көп адам. Өйткені көп жағдайда сондай байқалады. Ата-анам кінәлі, маған андай білім бермеді, андай тәрбие бермеді деген сияқты. Оны мен айтайын, ол адам түсінбейді никогда. Ол өзінің басынан сондай бір оқиға өтпегенше, ол адам просто так түсінбейді оны. Даже мысалы жаңа сіз айтып жатқандай дұрыс айтасыз, мысалы сіз барып айтсаңыз, ол шынымен түсінбеуі мүмкін. Конечно. Мен айтамын, мышление другое. Ол кісінің санасында флешка басқа. Арада мысалы чистый лист болып келеміз ғой кішкентай кезімізде. Сосын жаңағы айттым ғой, жаңағы окружение бар, үйдегі воспитание бар, қоғам бар, жаңағы мектеп бар, анау біз өзіміздің миымызға флешка сияқты құямыз ғой, бүкіл жинаймыз, иә. Біреулер целый день мысалы соцсетте отырады, сол бүкіл мусорды жинайды. Біреулер білім алады, соны жинайды. Понимаете? Мен соны үйрендім ақырын. Өзім миыма лишний мусор жинамауды. Маған зачем біреудің өмірі? Оның орнына мен кітап оқиын. Дамы, бірдеме ана бизнес туралы қарайын, я? Может, бір рецепт қарайын. Мен зачем ол кісінің өміріне кіріп, ол бәрі де түсінбейді оны. И оны мен түзетсем де, маған қандай пайда? Дұрыс па? Пайда жоқ. Возможно, где-то я айту мүмкін, алсаң алмасан өзіңіз білесіз. Сол үшін қазір ақыл үйретуді, лишний сөйлеуді, былапыттап бір жерден бәрін қойдым. А балаларыңызға? Балаларыма бұрында өте андай контролер болатын едім. Мен үйдеші. Сен мен айтқанды келсін, сен мен айтқан жерге барасың, мен айтқан жерде оқисың, сен үйтесің, бүйтесің деп, қазір мен еркіндікке жібердім. Вот балаларды еркіндікке жібердім. Мен оларға айтпаймын, сен былай істедіп, но сыртынан қарап отырам. Өздері шешім қабылдау керек. Да, өздері үйрену керек. Адамдармен сөйлесіп үйрену керек, қателесіп үйрену керек. Қателескен ол да жақсы, ол да опыт қой. Мысалы, мен қаншама қателестім ғой осы өмірде. А мен оған қазір мынаны былай істе десем, ол оның өмірінде дұрыс емес болуы мүмкін. Оның өзінің өмірі бар, өзінің бағыты бар ғой, өзінің жизненный пути бар. Мысалы, менің 2 балам, қазір қызым Польшада. Негізі қанша балаңыз бар? 4 балам бар.
үлкен қызым 2002 жылы. Енді сол қызға бір внимание жетпей қалды негізі. Үлкендердің. Иә, өйткені жас кезімде мен тұрмысқа шықтым 19 жасында, 20 жасында сол қызымды босандым. И сол жерде бір кризис момент болғаннан кейін 1 жасында біз оны мамамызға апарып тастадық, Серіктің анасына, Шардараға. Сол себепті ол бала әжесінің қолында өскеннен кейін жаңағы біздің вниманиеміз жетпей қалды. Екеуміз как сестра, анандай сестренка, әпкелі сіңілі сияқты. Но бәрібір де мен қолымда, мен тәрбиемде 2-ші сыныптан бастап келген. Ол кезде өзіңізде бала болдыңыз ғой? Сол ғой. 2-ші жылыма да чуть-чуть жетпей қалды, но кішкене жетті енді. 4-ші жылы енді толыққанды алды, әлі алып жатыр. И мынау қазір кішкентай қызым 1-ші сыныпқа барады. Ана екі үлкен балам, қызым евразийскийді бітірген, негізі энергетика, өте ақылды, бөлек та тұрып көрді. Мысалы, бөлек тұрам деді, сол студент кезде, студенттік өмірді көру керек қой. Разрешение бердім, тұр. Ешқандай да бұзылған да жоқ, нәрсе де нормально жүрді. Еркіндік бердім. Сенім арту арқылы. Конечно. Одан кейін Польшаға оқуға түсем дедім, өзім түстедім, ақшаны бәрін төлеп берем, керек болса магистратура оқимын деді. Қазір Польшада. Кеп тұрады. Енді каникул кездерде келеді, бірақ сол жақта өз өмірін өзі сүріп жатыр. 24-те мен қызым қазір. Одан кейінгі ұлым, ол енді ер бала болғаннан кейін кішкене направление бересің ғой, олар анан жайып кетіп қалады, там бұзықтық жасайды. Соны қарап отырасың, сол себеп колледж бітірді. Өзі ресторанный осы колледжді бітірткізгем, осыған келесің. Мен оны сұрайын деп жатыр едім, балаларыңыздан қайсысы кәсіпке жақын деп. Жоқ, сол ресторанный деп колледжға түсіргем. Ана бір оқыды ма? Оқыды, бітірді, содан кейін армияға барды, қазір өзім қолымда жұмыс істеп жатыр кассада. Бірақ сол баланы мен ақырын-ақырын үйретіп жатырмын. Мен қазір жасым 44-те болса, бір какой-то 10 жылдан кейін бәрібір де соларға беруіміз керек қой. Өмір бақи сол бизнесті жүре бермейміз ғой. Сол ары қарай соны жалғастырып алып кетсе деген енді ой ғой. Сондай намерение. Бізбен бірге жүр. Ақырын-ақырын кухняны бәрін үйрен. Өзіне ұнай ма? Енді ұнаса да ұнаса, выбор жоқ оған. Жаңағы еркіндікті өсіріп дедіңіз ғой. Имеется в виду, жаңағы мен одан сұрадым. Саған бір мамандық ұнай ма? Вот қай жаққа барғың келеді, өзіне бірдеме ұнайтын шығар. Жоқ, мамам сенің қасында жүре берген қалаймын деді. Болды. А еркіндік, жаңағы бір жаққа достарымен барып келем десе, вообще қадағаламаймын. Сонда еркіндік та біздікі. А именно ақша табу жағына, конечно, барлығына былай көрсетіп келе жатырмын. Одан кейін ұлым мен музыка академияда оқиды, 9-ші сыныпты бітіріп жатыр, соңғы жыл биыл домбырада. Оныкі би енді, ол профессиональный биші. И мен оған ол неше жасында? 6 жасында, наверное, 6 жасынан бастап спортивный бальный танцға қатысқан. Содан где-то бір 7 оқығанға дейін жүрді сол, биге барып, сөйтіп 1-ші сыныпта біз оны неге қалай айталады? Балетке тапсырдық, соған өтіп кете ма, сонда оқысында 1-ші сыныпқа. Ол плоскостопия ол өте алмай қалды, сөйтіп музыка академияға 2-ші сыныптан бердік. Болды, содан бастап ол өнерде. Вот биді қатырады. Қазір анау корейский кей-поп дейді ғой. Пластикасы бәрі бір керемет. Енді білмеймін, ертең оқу бітіргеннен кейін не таңдайтын, но биге жақын. Бір анандай танцевальный школа ашып берем. Кішкентай қызым 1-ші сынып. Ол еркелеп ортамызда жүреді. отырады, оған бәрі бүкіл внимание сол алып жатыр енді қазіргі күнде. Но енді ол жаңағы айтып тұрмын ғой, ерте тұрмысқа шықтым. Жаңа сіз айттыңыз ғой бір сөзіңізде, мен крылышки қуырып бастадым, содан кейін ағам айтты деп, сол кезде өзіңіздің жолдасыңызды қалай осы салаға бірге істейік деп қалай көндірдіңіз, қалай жеткіздіңіз? Жоқ, енді ол жолдасым өзі негізі лояльный адам, көнеді. Өзі ресторанда істеді ғой, 12 жыл бойы. Өзінде білетін саласы болып тұр ғой. Восточный ресторанда істеді, управляющий болып шықты. Сол жерде бірақ ішінде администратор да болды, сыртта хостес дей ма, сол да болды. Солай бастады ғой. Мен айтқан кезде, мен мынаны біліп тұрмын қазір. Бізге ағам анандай помещение беріп тұр. Бастайық, енді қайда барамыз қазір? Карантин енді бітіп жатқан кез. Ешқандай бір керемет эксперт жоқ бізде. Сен ресторанын ладно, бір ресторанға барасың, бірақ онда айлық көп емес. И то там түнге дейін тағы да жүресің. Көрейік осыны бастап деді. Қолдады. Ол өзді жүгіріп жүретін, анандай көзі ашық, еңбекқор бала ғой.
Ол қай жақтікі? Ол оңтүстік Қазақстан Шардара қаласынан. Екеуіңіз қалай жолыққансыздар? Біреуіңіз солтүстікте, біреуіңіз оңтүстікте. Мен айтып тұрмын ғой, жаңағы мектеп бітірдім ғой. Осы жақта 26-шы орта мектепті бітірдім, 10-11-ді осы қалада оқыдым. Содан кейін енді бір оқу орнына түсу керек қой. Любой бала ғой, любой бала түсу керек, қыз болсын, ұл болсын. Менде желание жоқ. Оқуға, жаңағы мамандықтан да университет дегенді вообще білмеймін мен ондай кезде. Мен жұмыс істеймін дедім. Жаңағы ойым көкемен бірге кондуктор болу. Мен ананда ары қарай видение жоқ. Қазір ақша табу. Сонда ол ақша не істеймін білмеймін. Қазір ақша табу. Сол себепті мен жұмыс істемеймін дедім, бірақ анамның бір құрбысы, жоқ, сен қыз бала, сен болмайды, олай болмайды. Бүкіл менің документтерімді өзі жинап, сондай бір кісі болатын еді да. Жинап, мені жетектеп аграрный университетке апарып, сол жақта енді былай қарай набор жоқ, бір факультетке тықты ғой. Набор жоқ. Ол факультеттің аты технология производства продукции животноводства, специально зоотехния. Мен зоотехния, иә. Мен хабарым жоқ ол специальностьта. Главное оқу керек, главное диплом бар. Ол диплом қажет па, қажет емес па, қызықтырмайды да. Орысша группа, өзім орысша сынып бітіргем. Орысша группаға, орысша топқа тапсырдым. Өте алмадым. Балым алған, балым бір болмайды, бір бал болды. Бірақ енді, білмеймін, қалауым ба, білмеймін, әйтеуір қазақша топқа набор болмай қалды да. Адам бала саны жетпей қалды да. Бізге жаңағыдай предложение түсті. Мына жаққа өтесіңдер ма, оқисыңдар ма, бірақ қазақша оқисыңдар деді. Мен жаңа грамматика 0, орысша сынып оқыған, қазақшадан қатты білмеймін. Бәрібірде сол кісі мені сол қазақша топқа кіргізді әйтеуір. Ол 4 жыл оқыдым. Енді бір плюсы, сол университеттің енді бір плюсы, отбасы құрғаным ғой. Жолдасымен сол жерде таныстым. Ол кісінің факультеті ветеринария болды, менікі зоотехния болды. Бірақ бізде жаңағыдай үлкен лекциялар, бір үлкен лекционный залда өтетін еді. Біріктіріп өтеді. Сол кезде танысып, сол бірінші курста танысып, 3 жыл қыз бен жігіт болып жүріп, жаңағыдай 3-ші курста ма үйлендік қой, 2001 жылы үйлендік. Ол ары қарай да қызық негізі. Студентпіз ғой енді. 2002-де енді мен уже балалы болып, ана болып, жаңағыдай бірінші алғашқы қызымды босандым ғой. 1 жыл академдік отпуск алуға тура келді, жаңағы университеттен. Мен бітірген жоқ, ол әлі студент оқып жатыр. Енді екеумізді общежитияға орналастырып қойған. Сол жаңағы общежитияда орын 2-ші этаждан орын беретін еді, семейналарға деп. Мен баламен отырмын, ол студент, стипендия 1800 теңге. Тамаққа ақша жоқ. Кім береді бізге? Сұрай бермейсің ғой, адам бір. Оның ата-анасы вообще Шардара қаласында тұрады. Сол біз үйленген жылдары әкесі қайтыс болды. Тем более бір қиын заман болып кетті да сол кезде. 6 айлық баламен есік алдындағы магазинге жұмысқа шығамын. Мен ше, ақша керек 1000 теңге. Ночқа шығамын. Баламен бірге отырамын сол жерде. Тура общежитияның қасында магазин болатын еді. Солай уже қиын болғаннан кейін баланы жаңағы уже енеме беріп жерге тура кетті. Сол кезде где-то бала 1 жасқа толған кезде анасы алып кетті. Менде болсын, бізде үлкен үй, сендер общежитие оқуларыңды бітіріңдер екеуін, одан кейін жұмыс жасаңдар. Енді біз жастаумыз ғой кісілерге қарағанда. Мен өзім қараймын бұл баланы деп, мамасы бізге сондай көмек жасап баланы алып кетті. И знаете, шынымен де анандай. Өкінбейсіз ба? Енді ол кез жастық шақ қой, вообще ойламайсың ғой. Қазір де өкінбеймін, балам қасында жоқ. Мен мысалы тұңғышымды солай болды, енеме бердім бірнеше уақытқа. 3 ай ма, 4 ай ма, мысалы мен өкінемін сол уақытта бергеніме. Не үшін? Енді мен ол кезде сіз сияқты жұмыс істеймін деп ойладым. Бірақ жұмысымның өнімі болмады. Сосын қайтып баламды алдым. Бірақ дегенмен сол мен білемін да сол сәтте мен екінші жаңа 1 айдан кейін бардым да ауылға. Ана балам маған кәдімгі ренжіген көзқараспен қарады. Мен сол көз қарасын әлі күнге шейін білемін. Ол қазір 10-нан асты ғой мысалы. Мен білмеймін енді эмпатпын ба, сондай чувствительныймын ба, бірақ мен сол нені көзқарасты есімде сақтап қалғамда, и бір қыздарға сондай моментте болса, мен міндетті түрде айтамын, бала өзіңізбен қалсын. Баланы ешкімге бермей, қандай болса да бала анасының қасында болу керек деп. Сізде сондай ой болады ма? Әлде ол
жарайды өтті, сондай моментте солай болу керек болды деген көзқарастасыз жоқ, ба? мысалы мен ол кісіге бергенде енді возможно мен жас болдым, 20 жаста болдым. Мен Балаңыз нешеде болды? Жоқ, бала кішкентай енді туылған бала ғой, 20 жаста болсандым да, мен 20 жасында болсандым. Сол кезде возможно мен әлі анандай инстинкт дейді ғой, материнский инстинкт ашылмаған шығар. Жаспын ғой, слишком өзім баламын ғой. Сол себепті мен чем өзім ана баланы қарағанша түгін білмеймін. Лучше екінші анасы бар ғой, ол да анасы ғой, дұрыс қой, мамасы, ана жолдасының әжесі, ол да анасы, ол да қалдырмайды, ол менен да күшті қылдырып асырайды, оны баланы өсіреді да. Сол себептен чем мына жақта менімен бірге жаңағыдай төрт қабырға қарап отырғанша үлкен үйде далада ойнап жүреді, мысалы үйлеріне қонақ келеді, сондайларды көреді. А біз студент, біз бір комнатада отырдық қой. Ол комнатадан шығып уже студент дипломымызды алдық, әйтеуір сол көк дипломды алдық та, енді бізді уже общежитиеден шығарып жіберді ғой, кетуге тура келді. Жаңағыдай Сериктің ағасы бізге предлагать етті, бір комната, общежитие сияқты бір комната, енді үйіміз жоқ, сонда снимать естесіне 13 мың төлейсіңдер деп. Сол кезде 13 мың төлеп сол пәтерде тұрдық, бір целый полноценный пәтер емес, бір комната, общий кухня ғой. Сол жерде тұрдық, мен жаңа кондуктор, күнделікті жұмыс жасаймын. Сол кондукторлықтың маған тиген бір пайдасы, сонда жүріп, жаңағы ана танысты көресің, ұялмаймын, ұялу жоқ. Біреулер ұялады ғой, бір ананда басты қыса, бір жерде бір бухгалтер болып жұмыс істеп отырады, или там, білмеймін, бір сондай болды ғой. Маған вообще, маған главное ақша келді, ұялу жоқ. Сен ұял, мен үшін ұялуым керек, маған қазір пайдасы бар оның. Солай жүріп, сол кондуктор болып жүрген пайдасы, сол жерде бір курстас баламды кездесіп, как раз госпрограмма квартиралар оформление болатты ғой. Енді мен целый день автобуста жүрген одан бейхабар. Түк білмеймін. Ана бала, екі балам бар ғой, ол кезде уже екі балам бартын. Екі балам бар ғой, неге сен сондай программа қатыспайсың, ана үй неге алмайсың, неге етпейсің, бүйтпейсің деп, үйге келіп мен жаңа жолдасым үйін жедім. Солай біз пәтер алып кеттік. Понимаете, ол да бір плюсы, видите? Не только ақша таптым, еще пәтер алып кеттім, сол информацияны алып. Соған енді каждый мен өмірімнің жаңағы несіне благодарна, цепочкамен. Барлығында мысалы бір себепші адамға енді оның өзі жай жаңағыдай біз квартира снимать етіп тұрдық қой, 13 мың ғой сонда беретінім. Сол кондуктор болып жұмыс істеймін, 1000 теңгеден 13 күн жаңағы 13 мыңды жинаймын квартираның ақшасын. Ана ішім күйеді, соны берген. Мен таңғы 4-те кетем, түнгі 12-1-де келем мысалы ше. Бүкіл еңбегімді получается жаңағы пәтерге берем. Сөйтіп барып папымның інісі, әженің үйі ғой, Гастелло көшесінде тұрады. Сол кісілердің үйлеріне Өмірбай Бешбармаққа барамын. Сол кісілер әйтеуір біз тарта беретін болды, папымның туған інісі, жеңгем екеуі. Келіндер дей беретін. Біз екеуміз ғана жас. Мына жақта бір кереметтей тамақтанып жатқан біз жоқ. Кафе, ресторан, ондай киноға бару жоқ. Гүл беру вообще жоқ. Қазір бере ма? Білмеймін. Жоқ, қазір береді ғой. Одан кейін қандай ресторандарға жүрдік қой. Сол кездерде. Демек, сондай бір жаңадан отбасы болып жатқан кезде жас семьялар бір-біріне кішкене түсіністік танытып, сол ситуациядан, сол кезде секіріп өтіп кетсе, конечно, сен гүлде болады, ресторанда отырсың. Становление ғой. Вот үйінді жасап ал, баланды кішкене уақытына келтіріп ал, болды, одан кейін гүлде жайнап жүресің. Дұрыс па? Адам уже 10 жыл, 20 жыл уже бірге отбасы болып тұрғанын кетпейді ешқайда. Уже бір-біріңді жақсы біліп қаласыңдар ғой. Қай жағынан болса да, характері болсын, сен бір жерде кішіпейіл боласың, ол бір жерде кішіпейіл болады. Ортаға барған кезде сен ана мақтап отырасың, ол сені мақтап отырады. Сондай қалыптасып кетеді да. И жаңағы біз қайта жаңағы көкен үйіне барамыз, сөйтіп бір күні көкеден предложение түсті. Мен өте ақшаны қатты үнемдейтін адам едім да. Мен артында бір какой-то бұрында НЗ дейтін еді, қазір подушка безопасности дейді, әйтеуір сөйтіп айтады ғой, сондай лишний ақша тұрмаса, мен жүрегім бәрі ауыратын еді да, андай бір как будто ертең өліп қалатын сияқтымын. Аштан өліп қалам ба, или сондай. Сөйтіп көкен үйіне бардық, көке айтты, мына біздің көршіміз, мына көршіде вагон сатылады деді. Кәдімгі жилой вагон, квартиранттар тұрған. Сендер говорит, ол 13 мыңды бекерге біреуге бергенше осыны жаңағы мен ата-анамның барып учаскасына қойып, бесплатно тұрыңдар деп сондай ұсыныс келді. Болды, барып көрдік.
іші бәрі дұрыс екен, ортасында пеш тұр, болды, екеуміз ғана ғой. Ана вагонда жаңағы өзі көкем сопровождение, жаңағы милициямен барып апарып қойып берді. Рахат, анан ішін Нұргүл деген благоустроенный квартира істеп қойды. Бойлап, ортасында ана плазменный үлкен ЖК телевизор, компьютер, кәдімгідей благоустройка болып шыға келді. Бір минусы, пеш жағу керек қой енді. Жақпасаң суып кетеді. Прямо анандай шелек қататындай мұз болып қалады да. Жазды күні ыстық. 4 жыл тұрдым сонда, білесіз? 4 жыл? 4 жыл тұрдым сол вагонда. Вот сенесің, мен өзім сенбеймін иногда ше. Мен до такой степени жаңағы ақшаны үнемдеймін деп, пока жаңағы госпрограмманы үйін алғанша сол жерде тұрдым. Госпрограммада 2006-да өттік па, 2009-да бізге берілді. Бүгін кілтін алдым, түнде барып көшіп алдым. Маңайында благоустройство ешнәрсе жоқ, қызықтырмайды. Мен сізде андай сұхбаттасып отқанымызға қанша біраз болды ғой, иә? Бір не байқалады? Позитивное мышление. Психологтар айтатындай. Қандай қиындық көрсе де, не көрсе де, барлығын жақсы жағынан, жақсы адамдарды еске алып, қиындықтардың бәрін күліп еске алып. Туған күніңіз қашан? 3 февраль. 3 февраль. Менікімен бірдей емес екен. Жаңа айтып отырсыз ғой, бір жағынан қарасақ, бағана басында басталған кезде біздің бизнесіміз бар, жаңа 5 филиалымыз бар, тандыр пловымыз бар деп әдемі былай күшті бастап келе жаттыңыз да, әңгіменің ортасында уже оған дейінгі жүріп өткен жолдың бәрін айтып жатсыз. Былай қарағанда кез келген жетістікке жету үшін бір тірнектеп еңбек ету керек дегенге келетін секілді. Келсем. Сіз қандайсыз? Қазір ма? Мен еңбекқорым қатты. Енді өтте әлі күнге дейін жаңағы финансовая грамотность бюджетті мысалы орына қоюға тырысам. Лишний расход жасамайшы. Но енді болады, конечно, расходтар, онсыз болмайды ғой. Но сонда да подушка безопасности ұстау, жаңағы депозитке салып, оны шешпеу, ондайларын бүкілін уже өзіме ұштап үйретіп қойғам да. Қанша мен қиындықтан өтіп атсам да, мен мына жаққа тиіспеймін, мен лучше мына жақты көрем. Мен, может, бірдеме басқаша табайын, ақша табайын, плюс, возможность іздейін. Мен зачем мына жақтан алуым керек? Мен оны көбейтуім керек. Понимаете, сондай. Вообще мен негізі адамға дающий человекпін ғой. Енді дающий. Қолымыз ашық болып тұр ғой. Если білім болса, если ол кісіге ол керек болса, мен айтам. Осылай істедіп. Если ол кісіге мен айтып оған ұнамайтын болса, мен уже қоям. Өйткені керек емес. Қызметкерлерді біз алған кезде, мысалы енді менде бір ана керемет образованиемен келетін қызметкер емес қой енді. Пекарь жұмыс білу керек, я? Повар өзінің жұмысын білу керек. Сөйтіп алам. Бір поварды алам, мысалы, объявлениемен келеді, жұмыс орнын көрсетем, жаңағы санитарный книжкасымен, құжаттармен бәрімен келеді. Сөйтіп алам. И сыртынан бақылаймын. Келесі күні ертең, бірақ қасында бір повар жүреді. Всегда подушка қасында жүреді, да? Ана повардың жұмысын қараймын. Жаңа тамағын дәмі бәрі жақсы болу керек қой енді. Сол жағына қараймын. И өзі бір кісілер болады. Мінезі сондай бола ма, ортаға келіп алады да, ірткі іздейді. Анамен бір ұрсат, намен бір ұрсат, оларға, не үшін оларға көмектесіп атсындар деген сондай адамдар болады өзі, категория людей, да? Жаңағыдай, неменеге сендер соншама жыртылып жұмыс істейсіңдер, алтыға айтын істе кете бермейсің ба деген. Ондай адамдарды сразу қоштасам. Қойда ана жағы тамағы күшті болса да, бір керемет заттар істеп тұрса да, потому что менің жаңа командамда ондай адамдар болмау керек. Ауызбіршілік бірінші керек. Конечно. Адамгершілік. Бір-біріне көмектесіп отыру керек. Мен айтам, сендер команда болып қалыптастыңдар ма? Біз бірге өсуіміз керек. Дұрыс па? Сіз жалғыз өсе алмайсыз. Сіздің де пайдаңыз бар осы жақта, мысалы, и мен жалғыз өсе алмаймын. Мен де сенен алатын нем бар. Бір-бірімізге пайдалы болып тұрмыз ғой енді, получается. Енді қазір мен осындай системаға қойдым. Мысалы, бәрінде зарплата болатын еді. 20 мың повардың зарплатасы, мысалы. Ол келеді, таңертең уже сен 20 мың төлеу керексің. Ол анан жұмыс істей ма, жаңағыдай, саған үлесін қоса ма, қоспай ма, ол келген үшін уже 20 мың алды, сменасы өйткені. Дұрыс па? Сол үшін мен айттым, мысалы, қазір сендер 20 мың аласыңдар,
определенный мен уже міне пловтандардың 500 мың мына жерде выручка күнделікті уже мен білем, бір жылда 500 мың одан түспейді, уже адамдар қалыптасып кеткен, уже үйреніп қалған адамдар болды. Енді міне 500 мыңнан жоғары істесеңдер 700 мыңға дейін общий выручкадан 1% аласыңдар, общий команда бөліп аласыңдар. Жақсы ма? Жақсы. 1 миллионнан жоғары істесеңдер 1,5% аласыңдар, бөліп аласыңдар. 20 мың алдың ба, мына жақтан 23 мың аласың уже. Маған да жақсы, саған да жақсы. Пайдасы бар ма, жоқ па? А сен маған енді кішкене идея бер. Амбициозный адамдар болу керек. Кассаны көбейтуге ынталандыру ғой бұл. Конечно. Сен мысалы кассирлар, продавецтер, сен жұмысын сату. Иә. Сен тамақ дайындамайсың. Сен мысалы плов саттың ба, сен қасына қосып дополнительно доп продажи кофе сатып жер. Сен мысалы нан алды ма, қасына тағы бірдеме қосып жер. Шай ішіңізді пирожный сат. Сен вообще жұмысын сату. Адамдармен сөйлесу. Адамдардан қандай олар мысалы предложение бізге беру мүмкін. Енді клиенттердің өздерінің предложениесі болады. Мынандай істесеңіздер жақсы болады, мынандай істесеңіздер жақсы болады. Соның бәрін бізге жеткізу. Мен адамдармен жұмыс істемеймін ғой. Сен істейсің напрямую. Сол үшін жаңағыдай проценттерге отырғызып тастаған бәрін. Өте тамаша. Оларда, чтоб кішкене не деп айтады, мотивация дейма или бәрібірде сол ақшаға қызығып тұрады ғой. Біреулер ақшаға қызығып тұрады, шынымен де 5 теңге, 1000 теңге болса да, а біреулер признанияға қызығады. Дұрыс па? Мысалы сен мақтасаң, керемет. Мысалы қазір көріп отқан көрермендердің арасында жас кәсіпкерлер, кәсіпке енді келе жатқан жастар болуы мүмкін. Соның ішіне қоғамдық тамақтану орнын ашам дейтін, мысалы донер деген секілді бір нәрсе ашам дейтін жастар болса, неге дайын болу керек? Сіздің атыңыздан бір кеңес болса, 5 лайфхак дейміз ба? Енді біріншіден мен кәсіпкерлерге айтатыным, енді бәрі мақсат қояды ғой, бәріне біз мысалы сырттан қарап отқанда әдемі көрінеміз ғой. Ой, мынау байып кетіп жатыр, ой, мынау дамып кетіп жатыр. Солай ғой, но ішкі кухня өте қиын. Былай қарап отқанда. Сол себепті мысалы мақсатын қояма, жоспарын жасау керек. Бірінші жоспар дұрыс. Одан кейін уже қозғалыс болу керек қой. Қозғалу керек қой адам кішкене. Одан нәтиже көру керек, результат болу керек. Одан кейін сосын қорытынды уже ары қарай қала ма қалмай ма сондай жағдаймен. Ал кейбірлері не істейді? Кәсіп бастайды. Ой, мен там бәрін қатырам дейді да. Қызығушылықпен. Да, қызығушылық. Ол деген временный. Любой нәрседе қызығушылық временный ғой. Сен мысалы бүгін мынау кофтаны көріп тұрасың, ұнап тұрады, бір керемет болып алғың кеп, соны бір қымбат болса да аласың. Бір аптадан кейін уже не үшін алдың дейсің. Дұрыс па? Сондай сияқты ғой, барлық жерде қызығушылық, сондай эмоцияға беріліп адам ашып кетеді. И ниша таңдау ғой. Екіншісі, ниша таңдау. Ол прям үлкен сондай жұмыс, ол ниша таңдаған кезде прям отырып жазу керексің. Сен навыки, да, не білесің, неге прям жүрегің қай салаға қарай тартады сені, не жақсы көресің, көп жаза беру керек, соның ішінен шығады өзі ниша. Мысалы, біреулер тамақ дайындау ұнатпайды ғой көбі. Өзіңнің ұнататыннан шығу керек. Я өзің ішкі дүниене. Мысалы, что ты любишь? Я люблю это, мынаны люблю, это люблю деп жаза беру керек. Соның ішінен іріктеліп шығады өзі. Одан кейін үшіншісі ниша таңдағаннан кейін. Ниша таңдады, қоғамдық тамақтану орны. Тамақтану орны ма? Мысалы. Енді локация ғой. Локация. Ол маңызды. Даже тамақтануға баратын болса, локация болса, жаңағы вытяжка өте қазір проблемный. Общепиттарда өте жаңа проблемный қазір точка, сол вытяжка көп нелер жабылып жатыр содан, потому что бізде вентиляция дұрыс жасамайды новый домдарда. Сол вытяжканы прям қарау керек. Өте қатты зерттеу керек. Өйткені оны ашып аласың да, ертең ол вытяжкадан жаңағыдай иістер бәрі жительдарға кетсе, ол үлкен проблема. Бекерге ашқан барлық жаңағы ремонтын, жаңағы оборудованиян бәрі бекерге кетеді, сені бәрі жауып тастайды. Локацияны айттық, жаңағы вытяжканы айттық. Не кеңес берем? Білім алу? Товардың тазалығы. Ну, енді ол санитария, ол любой общепитта. Санитария, ол қатты жаңағыдай качество, тамақтың качествосын қарау, оны өзін зерттеп, өзін жаңағы ішіндегі ингредиенттерін бәрін білу, ол прям бірінші очередьта тұратын нәрсе ғой енді ол. Потому что сен живой адамды тамақтандырып жатсың. Ол ішіне кіргеннен кейін не болатынын өзің білесің деген сияқты ғой. Тағы да не? Білім алу? Білім алу.
білімсіз тоқтаусыз даму. да. Білім алу ол әрқашан. Білім алған ішіне жаңағы команда құру, адаммен қарым-қатынас, жаңағы өз-өзіңді бірінші очередь өз-өзімен жұмыс жасау ғой. Өз-өзімен жұмыс жасау. А өз-өзімен жұмыс жасау ол ең қиынның қиыны. Өйткені сопротивление жүреді. Вот представляете, да, 20 жасқа дейін менің миымда мынандай флешка. И мен осыған еще уже өзгеруім керек. Мен жаңағы отырған достарыма ақыл айтпауым керек. Мен андай ортада отырған кезде тыныш отыруым керек. Либо адаммен сөйлескен кезде эгомды түсіруім керек. Оның бәрі бірінші уақытта сопротивление болады. Кәдімгі сопротивление. Одан кейін ақырын привыкание келеді, принятие келеді. Сосын только необходимость болады, сен уже үйреніп қаласың солай. Сен даже қасықты мысалы күніге бірде ұстай берсең, солай үйреніп қаласың. Необходимость. Мысалы біз ана щеткамен тіс жууды үйретеді ғой кішкентай кезінде, бала жуу білмейді, одан үйретеді. Күніге үйренсең, күніге жасай берсең, саған ол уже жаңағыдай әдет мінезге айналады, мінез сенің өміріңе айналады деген ғой. Өмірлік ұстаным ғой. Иә. Жақсы, рахмет. Просто айтады ғой, наша жизнь, вот то, что вот наша жизнь это отражение наших мыслей дейді. Сен мынау нұсқанда не бар, қандай мышление, сол это твоя жизнь. Я вас поддерживаю деп орысша. Жақсы. Жақсы ой айттыңыз. Адамның ойында нені ойлайды, соны тартады мысалы. Жаман эмоцияны ойласа, жаман эмоцияны тартады. Ойында жаман эмоция, негатив болса, сен оны трансляция жасайсың ғой. Дұрыс па, адамдарға сен соны көрсетесің, сен как зеркало. Мен күліп жүрсем, значит, мен ішкі дүнием бәрі күліп жүр. Сен анандай қабағын түйіп жаман ойда, сен де ішкі дүниен сондай. Потому что адам мынау миынан артық айта алмайды. Дұрыс па? Мен біреудің ойымен айта алмаймын ғой. Мен өз миымдағын айтам. Мен өзім қалай мысалы көрем, соны айтады. Жақсы, өте тамаша сұхбат болды. Бұл енді біздің соңғы сұхбатымыз емес деп ойлаймын. Алдағы уақытта блофтандырдың ішінде отырып сұхбаттасып қалуымыз мүмкін. Енді бұйырса Даян екеуміз міндетті түрде барып дәмін тату керек болып тұр. Қазан енді ашылған кезде пловтың дәмін татып. Қаншадан қаншаға дейін істей уақыт? Күнделікті таңертең сағат уже 10:30 кезінде бірінші қазан. 10:30. 10-нан бастап біздің асханалар ашық, 10:30-да бірінші қазан ашылады. Қаншаға дейін істейсіздер? Кешкі 9-ға дейін. Асхана Аха. Жақсы. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Уақыт тез өтіп кетті. Сізді жаңағы ашып үлгермей жатырмыз. Өте жақсы, бізге өзімізге де ой түйіп алатын ойлар айттыңыз. Шын мәнінде мысалы маған өте қатты ұнады. Рахмет сізге. Маған киім ұсынған Астана қаласындағы Адия киім бутигі әйелдер қауымына арналған сәнді, сапалы киім іздесеңіздер, міндетті түрде осы киім бутигіне барып көріңіздер. Сіздерге өздеріңізге тән стильде киім табатындарыңызға 100% сенімдімін. Еңбектеріңізге табыс тілейміз, отбасыларыңызда тек қуаныш болсын, кәсіптеріңіз ары қарай дами берсін. Бағана сұхбат барысында байқағаным, Даяна, бұл кісілердің ойлағандарыңыз тек қана ақша, табыс емес, тек ең бастысы халыққа пайдалы ас беру. Служение ғой. Бұл да бір әлеуметтік жауапкершілік деп ойлаймын. Құрметті көрермен, осымен Леп подкаст өз мәресіне жетті. Алдағы апталарда қайта қауышқанша дейміз. Аман, сау болыңыздар.